Саламатсыздар жігіттер, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып NL компаниясының кезекті өнімі Grand Cold шайы болады. Grand Cold шайы адамның қартаюын тежейді деп есептелінеді. Сонымен бірге созылмалы аурулардың алдын алады. Адамның инфекциялық аурулармен ауырған кезде содан тез жазылып кетуге себепші болады деп есептейді. Бірінші кезде біз бұл шайдың құрамын айтамыз, қалай қолданамыз, қандай қарсы көрсеткіштер бар. Бүгінгі тақырып осы. Сонымен құрамына келетін болсақ, бірінші кезекте бұл шайдың құрамында көк шай бар. Көк шай білесіздер, жүрек қан тамыр жүйесіне, одан кейін орталық жүйке жүйесіне, миға жақсы оң әсері бар. Неге? Өйткені давлениені түсіреді, сондықтан жүрекпенен тамырға деген нагрузка азаяды. Одан кейін мидың қан айналымын жақсарту арқылы адамның ақыл ойын күшейтеді деп ойлайды, ойлау қабілетін күшейтеді деп есептейді. Сонымен қатар құрамында полифенол деген зат бар, оны екі жағдайда қолданады. Бірінші салмақ тастау үшін адамдағы зат алмасу процесін күшейтеді. Екінші полифенол свободные радикалы деген бар. Мен өткен жолы бір айтқаным бар еді. Свободные радикалы деген бұл адам денесінде ткандарды, одан кейін клетканы зақымдайтын сондай бір жақсы емес заттар, соның мөлшерін азайтады. Одан кейін свободный радикал бұл зақымдайды және адамның тез қартаюына алып келетін заттар. Осы жағдай одан кейін адамның шашына, терісіне, тырнағына оң әсер етеді. Олардың сапасын жақсартады. Бұл көк шай. Екіншісі біздегі шай, бұл курил шайы. Курил шайы адамның денесіндегі радиоактивті заттарды денеден шығарады. Одан кейін бізде золотая разга деген бар. Золотая разга бүйректің жұмысын жақсарту арқылы адам денесіндегі артық суменен шлакты денеден шығарады, бүйректің жұмысын жақсартады. Брусника қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын шөп. Бұның құрамында тағы да заттар бар, иммунитетке жауап береді, иммунитетті көтереді. Соны бірге тағы лимон қабығын қосқанда, лимон қабығы білесіздер өте көп жерде эфир майлары бар, одан кейін витаминдер бар. Одан кейін лимон қабығының тағы бір қасиеті холестеринді 35-40%-ке азайтады. Бұл деген біз атеросклероздың алдын аламыз. Атеросклероздың алдын алатын болсақ, ол значит инфаркт пен инсульттің алдын аламыз деген сөз. Білесіздер, жүрек қан тамыры ауруларынан адамдар өте бірінші орында қайтыс болу жағынан, сондықтан холестеринді 1%-ке төмендететін болсақ, адамның денесіндегі, значит біз 3-4%-ке дейін жаңағы болатын асқынулардың алдын алады деп есептелінеді. Бұл енді статистика бойынша. Сондықтан негізі холестеринді төмен ұстау керек адам денесінде. Бұны өткен жол омега-3-ді айтқан кезде айттым. Сонымен бірге имбир бар құрамында. Имбир білесіздер, бұл жүрекке тыныс алу жолдарындағы органдардың ауруларында көп қолданады. Білесіздер, коронавирус кезде көп қолданды. Бұл иммунитетті жақсартады, иммунитеттік жақсы көтереді, одан кейін зат алмасу процесін күшейтеді адамның денесіндегі. Сонымен қатар свободный радикалы деген бар, сол свободный радикалды азатады. Бұл қартаюды кішкене тежейді деген сөз. Сонымен білесіздер, адам денесінде жүретін қартаю процесс бұл тоқтамайды, адам уақытты тоқтатамаймыз біз. Бірақ жаңағы бізге адамның уақытынан бұрын тез қартайып кетуге, ішкі органдардың тез қартаюына әсер ететін факторлар бар. Бұл біріншіден сыртқы экология, выхлопный газ дейді, машинадан шығатын, химиялық заводтан шығатын түтіндері, сонымен қатар заводтардан шығатын түрлі қоқыстардан судың, жердің, ауаның ластануы. Сонымен бірге сәуле ультрафиолетті, күннің суық болуы, күннің қатты ыстық болуы. Одан кейін электромагнитный буря болады, адам ол да әсер етеді. Радиоактивті заттардың жерде болуы, болмаса жаңағы бір химиялық заводтардың қасында адамдардың өмір сүруі. Осы жағдайлардың бәрі адамның тез қартаюына алып келеді. Енді уақытты біз тоқтатамаймыз, адам әрдайым өз жас көрінгісі келеді, әрдайым өзінің денсаулығы мықты болғанын қалайды. Уақытты тоқтатамасақ та кәрілікті, бірақ жаңағы зиянды факторлардан біз қорғана аламыз. Соның бірі NL компаниясының Grand Cold шайы сондай бізге мүмкіндік береді. Мен құрамын айттым, біз енді қай жағдайда қолданамыз. Бірінші кезекте біз адамның денесінде Grand Cold ішкен кезде адамның денесіне зиян әсер ететін шлактар менен токсиндерді шығарады адам денесінен. Екінші бұл қартаюға алып келетін свободный радикал деген бар, солардың алдын алады. Одан кейін инфекциялық аурулар білесіздер, тоже адамның иммунитетін нашарлатады, жалпы адамның денсаулығына кері әсер тигізеді. Бұл да бір қартаюға себепші болуы мүмкін. Бұл Grand Cold шайын ішкен кезде сол инфекциялық аурулардың алдын алады. Одан кейін көптеген жаңағы жүрек қан тамыр жүйесіндегі, басқа да жүйедегі созылмалы аурулардың алдын алуға болады. Осындай жағдай бар. Қалай қолданамыз? Қолдану жағына келсек, бұл кәдімгі
минуттай ыстық қайнаған суға сап қоямыз. Содан кейін 20 минуттан кейін бұны ішуге қол болады. Азында жарты стақан, 100 грамм, одан кейін жаңа кешке түс қайта жаңа 100 грамм ішуге болады. Бұнда күнделікті шай ретінде қолдансақ та болады. Бұл ешқандай зияны жоқ бұл шайдың, бірақ қарсы көрсеткіштері бар. Бірінші кезекте бұл жүйкенің қатты қозуы, адамның давлениесінің жоғары болуы, үлкен давлениемен жүру, сонымен қатар жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары, аритмия деген бар, жүректің дұрыс соқпауы. Осы жағдайларда қолданбаймыз. Жүкті әйелдер болмайды, емізулі әйелдерге ол болмайды. Байқап ішу керек. Одан кейінгі жағдай мынау өтте және бүйректе тастың болуы. Бұл жағдайда мысалы бұл шайлар тек қана бір жағдай, бұл өттің жұмысын және бүйректің жұмысын күшейткен кезде тас жылжып кетуі мүмкін. Сондықтан жаңа почечная колика болуы мүмкін. Болмаса өтте тастың тұрып қалуы өт жолдарында. Сондықтан бұл кішкене қауіпті оландай адамдарға. Бірақ бүйректе құм болғанда, бүйрек ауруларында бұл проблема емес, адам қолдана берсе болады. Осындай жағдай, сұрақтарыңыз болса сұраңыздар, егерде комментарийға жазыңыздар, подписка жасаңыздар, қандай сіздерге тақырып қызық, сол жайлы жазыңыздар, сіздерге сол тақырып жайлы информация қоюға тырысамын. Тыңдарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.